Сәлеметсіздер ме? Сіздермен профитройлер рецептімен бөлісетін боламын. Өте оңай әрі тез дайындалады және де құрамы көп затты талап етпейді. Үнемі осы рецептпен жасаймын. Сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер. Ең алдымен ыдысымызға су, сұйық май, қант және де тұз салып араластырып бір қайнатып аламыз. Көп қайнатудың қажеті жоқ. Қайнап шыққаннан кейін ғана үстіне өлшенген ұнымызды салып астын міндетті түрде баяулатамыз. Біркелкі масса болғанға дейін осылай жақсылап араластырып суытуға қоямыз. Суығаннан кейін ғана барып үстіне жұмыртқаларымызды біртіндеп қоса отыра жұмсақ массаға келтіріп аламыз. Неге барлық жұмыртқаны қосып болғаннан кейін осындай өзі жұмсақ қамыр болып шығады. Сосын барып кондитерский мешогымызға салып шығатын боламыз. Осылай салып алғасын листімізге біркелкі етіп сығып шығатын боламыз. Ол арада духовкамызды қыздырып қоямыз. Мінекей осылай барлығын сығып алғаннан кейін 160-180 градуста пісіріп алатын боламыз. Ортасы жақсы көтеріледі, іші толықтай піседі және біркелкі болып шығады. Пісіп шыққаннан кейін 15 минуттай ішін толықтай суытамыз және де суығаннан кейін астын осылай шпажканың көмегімен тесіп шығатын боламыз. Салмасына өздеріңіз қалауларыңызға қарай белковый, заварной және де сливкиден кремдер жасап салсаңыздар болады қалауларыңызға қарай. Осылай барын салып шыққаннан кейін ыдысқа жайластырып, үстінен қант ұнтағын сеуеміз және де оформление жасап қалауларыңызға қарай ұсынсаңыздар болады. Каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Сіздермен жақсы рецепттермен тағы да бөлісетін боламын.